Қай жақтан болып жатқанын мен білмедім, бірақ та осындай дүниемен байланыстырамын. Себебі біз қазір мысалы айталық республикалық жер аманаты республикалық комиссиямен Forbes кітабіне кірген бірнеше олигархтардың жерлерін тексеріп жатырмыз. Одан кейін мынау білесіздер, мынау Іле Алатау саябағының жанында Новиков деген үлкен генералдың жері бар. Соны қарағанбыз. Сонда жерін қазір тексеруге алайын деп отырмыз. Одан бөлек Бей групптың жерлерін қазір тексеріп отырмыз. Одан бөлек мына жерде заң жобалары бар. Сондықтан да қай жақтан қауіп қатер төніп жатқанын мен білмеймін, айта алмаймын, бірақ өкінішке орай заманымыздың сұр заманы болған соншалықты ешкім қорғалмаған. Жай адам да қорғалмаған, депутаттың өзі де қорғалмаған. Ертең бір нәрсе болып қоқан лоққы жасаса ешкім қорғалмаған. Сіз полициядан көмек сұрадыңыз ба? Көмек сұрадым. Бар ма нәтиже? Мен полицияға көмек сұрадым, мен нақты айттым. Қылмыстық іс қозғау керек. 373 бап бар қылмыстық кодексте. Ол қылмыстық кодексте ол баптың атауы депутаттың, парламент депутатының қызметіне кедергі жасау. Бірақ өкінішке орай полиция ол баппен емес, хулиганство деген баппен қылмыстық істі ашып отыр.